Әлде 10 күнде бір рет па, қалай? Қалай айтсам екен, бір жұмыс бабымен кездескен болатынбыз. Білмеймін, не айтарым білмей тұрмын. Неге? Типа, мен әзілдерін түсінеді, уже бұрындағыдай тырс қамайды, короче, любой нәрсені юмормен қабылдайды, күледі, сондай. Яңдай бір, қалай айтсам екен, типа коннект дейді ғой енді, бізде өмірде живой коннект күштірек та, чем сөйлескенге қарағанда. Ал бұрын, наоборот, сөйлескен күштірек тұғын. Бірақ живой онша не істемейтін тұғымыз, сөйлеспейтін тұғымыз негізінде. Ал қазір наоборот болып тұр сол. Енді сезім болса болған шығар, бірақ ол нәрсенің барлығы мен ойымша бір андай бір тұман болған сияқты да. Көктемде күннің сәулесі шыққан кезде жоқ болып кететін ше. Сондай сияқты бір өткінші нәрсе болды ма? Екеумізде де мүмкін болған шығар. Байланыс болды, бауыр басты. Типа Заринаның үмітін ақтай алмайын ба деп қорқамын, короче. И мен последнее время типа өзім бір-екі видеолар түсірдік. И ол типа Зарина осындай видео түсірейік деген кезде мен давай дедім да, мысалы. Негізі мен ондай видео қатты түсіргім келмейді, мысалы. Бірақ мен тоже соған қарай типа көңілін қалдырғым да келмейді, бір жағынан мен ондай нәрсе түсіргім де келмейді, бірақ түсіріп жатырық та, короче, сондай нәрсені. Сосын мен өзімді ойлаймын да, типа как будто мен подстраивать ете бастадым да. Сіз Заринамен мен жүректе білейін нәрсеге айтуға қорқамын, потому что Зарина маған айтты, мен если жүретін болсам, мен до конца бару керекпін деген сияқты. И мен түсінемін, біз де адамбыз, біз де ошибаться етеміз. И сол нәрсе мен миымда қылқылды да, короче. И мен не могу просто типа жүрейік, жұп болайық деген. Тәуіржан, бірақ Махаббат үшін күресуге болады, бірақ ессіз ғашық болып емес та, Балауса ханым. Есті болып, кәдімгі есіңмен, ақылыңмен өлшеп, таразылап, мына жерде дұрыс, мына жерде дұрыс емес деп, осылай барлығын айтып жатқанына көп рахмет. Мен де түсініп жатырмын қай моментте қалай болғандары. Енді бір ол кезде екеуміз де эмоцияда жүрдік қой, көп нәрсені елемеген шығармыз. Жаңа Аягөз айтпақшы, ара қашықтық, уақыттың арадағы 2 аптадай уақыт бізге кәдімгі көп нәрсе түсіндірген сияқты. Балауса ханым, демек сөзіңізге қарасақ, Зарина таныстық тоқтай ма? Тоқтайтындай әңгіме айтып отырсыз. я енді мен Тәуіржан қинап ұстамаймын ғой. Тәуіржан тоқтатам деп отырған жоқ қой сізге. Ол уже Балауса ханыммен 2-3 рет әңгімесінен түсіндім және таныдым деп отырмын ғой. Оған бұл нәрсе керек емес, ол бұл үшін күрескісі келмейді және жүрегі қаламай тұр. Зарина, сіз қазір жауапкершілікті Тәуіржанға асырмаңыз. Тәуіржан өзіне жауап берсін, сіз өзіңізге жауап беріңіз. Нақты сіз ба қаламай тұрған бұл таныстықты? Әлде екеуіңіз ба? Бірақ сіз бұл кісіге жауап бермеңіз. Екеумізде деп айтайын онда. Жоқ, Балауса ханым. Сіз тоқтатқан Бір, короче, кішкентай открывашка сияқты, короче, ашсаң ішінде типа Заринаның чисто фотолары, короче. Мен сосын бүйтіп қарап отырдым самолетта. Мен кішкентай сумкам бар, ішінде паспорт салатын, өйтіп қарап отырдым да. Типа мен натуре осы қызды қалайын ба деген сияқты мен өзім ішкі ойларыммен бірге таласып, бірақ ты же не такой деген сияқты да. Типа соответствовать етпей тұрсың ғой деген сияқты ішімдегі там какой-то енді ішімдегі нәрселерді қалай айтсам екен. Соның бәрін бүйтіп ойладым да. Тәуіржан, мен сізге негізі оны айтып едім ғой. Мүлде алып жүрмеңіз, бір жерге қойып қойыңыз, естелік болсын. Мен просто с собой алып жүргенмін ғой. Просто маған лайық болуға, мен сізге лайық болуға негізі тырысудың керек жоқ. Егер біз лайық болмасақ, тағдыр мүлде бізді таныстырмас еді, жолықтырмас еді. Осы қосылайық жобасында осы жерде отырғызып, екеумізге осыншама мүмкіндік бермес еді деп ойлаймын. Зарина, Жаза береді да, комментариядан, там басқа нәрседен, ой, бір нәрсе деген сияқты. Но вживую сөйлесіп көрсеңіздер, вообще Тәуіржан, Заринаға ештеңе айтқан. бірақ дос болып қаламыз деп ойлаймын. Типа мен берген сыйлықтардың бәрі өзінде қалса екен деп ойлаймын. Потому что мен каждый от души сыйлағаннан кейін там мысықты басқа жаққа беріп жіберіп, ондай болмаса екен деп ойлаймын, короче. Қорықпаңыз. Почему-то ар жаққа барып сөйлей аламын, мына жаққа барып сөйлей алмай қалып жатырмын, короче. Обычно сөйлеуді өлтіретін да. Қазір сөйлей алмай жатырмын, андай Қарай да алмай отырсыз. Камок тұрған сияқты болып тұр да, короче, тамағымда. Қиын болып жатыр сөйлеу. Ал шешім? Шешім болғанда, енді мен ойлаймын, что сразу сөйлеспей кетпейміз деп ойлаймын. Арасында бәрі сөйлесіп, дос ретінде сөйтіп көрейік. Жалғасып жатса көрерміз дейсіз ба? Жоқ, енді на проектте просто оны қатты публично болмай қойса деп ойлаймын да.
өзіміз просто сөйлесіп көретін шығармыз. мәссаған, Зарина біздің қатысушымыз ғой. Оған Енді жоқ, дос ретінде ғой, дос ретінде ғой. сот жоқ болып тұр ғой. Дос ретінде сөйлесуге де болмай ма несін да? Жоқ болмайды. Болады шығар дос ретінде. Заринада дос жоқ ондай. Иә. Оның арты қалай болады? Сіздерде үміткер, ертең қатысушылар түсінбейді, Жоқ, ел үміткер түсінбейді. келіп сондай бір бәле болып жатса, мен үміткерім бар десе, деймін, болды сосын. Жоқ, қимасаңыз жібермеймін деп айтсаңызшы. Жоқ, өйтіп айта алмаймын. Айта алмайсыз. Жоқ, короче, қиын болып тұр. Енді дос болып қалдық қой енді. Енді өмір бақи сөйлесіп, өлейін деп жатқан жоқпыз ғой, былайша айтқанда да. Жақсы, түсінгенім. Сау болыңыз.